Қазақша ЧБД бүгінгі кеште бізде қонақта Жарқын ұстаз. Жәке, қош келдіңіз. Жамағат дей берсейші. Жамағат, қош келдіңіздер. Жәке, тоқтаңыз. Қалайсыздар? Біраз адам жиналып қойыпты. Аға, сіз үшін. Сенің бәлешіктерің бе? Жоқ, сізге. Сіздікі бәрі. Болды. Такбир! Десең ойын. Не істеп отырсың? Тиға. Бұл образға кіріп кеткен ғой. Менімен қажылықта жолыққан адам ғой. Сізге дайындалып келген ба? Бізге айтқан жоқ, Жәке, бірақ. Жәке, қош келдіңіз. Бүгін енді қазақша ЧБД-ға ұсынысымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Бұяқта өзінің бір ережелері бар. Әр бағдарламаның ережесі бар. Жәке, бізде боқтауға болмайды. Біз бірден келісіп алайық. Артық Мынаған кәкірі зор отыр екен. Сол қолмен райнева. Сен ішімен кіріп кеттің ба? Басқа шоқ кеттің ғой? Ағзу билля қуасындар, натур. Мына үшеуі араб құл емес, орыс құлдар. Мына бағдарлама ЧБД деген орыстан алынған. Осын бастап жүрген Арман. Мынау боқтайды мынау. Мынау қатты боқтайды. Астафираллах. Мынау намазды басқаша оқиды. Ғайбат. Таза ғайбат. Ол, Жәке, қош келдіңіз. Жігіттер қалай бастарын, қалай сөйлесетіміз білмей отыр, Жәке, сізбен. В общем, былай ғой, мен айтып берейін кішкене, иә. Кеше Инстаграмға салдық қой, Жарқын ұстаз келеді деп. Комментарийді оқып шықтық, бәріміз сіздерді оқыған шығарсыздар. Көрейген сендерді, Жарқын ұстазбен қалай сөйлесесіңдер, дарабозға неше түрлі сөз айттыңдар, боқтадыңдар. Тура сөйтіп Жарқын ұстазбен сөйлесе аласыңдар ма, боқтай аласыңдар ма деп. Сендер егер боқтамай жаңа тиіспесіңдер, сендер 200-дүсіңдер бізге. Біз 200-ді болғымыз келмейді. Боря, боқта. Сайтан алғыр. Мына нақұрыс не деп тұр? Нақұрыс. Сайтан алғыр. О заманда бұл заман. Ой, нақұрыс. Ой, тәрбиесіз. Ой, иттің ғана баласы. Ұстаз, соңғы бағдарламаға қош келдіңіз. Жалпы мынандай ғой енді. Сіздер әзілдеп жатсыздар. Бірден төбелеспей қоя тұрайық. Жалпы мен мақсатымды түсіндірейік. Тыңдаймыз. Бұл жерге келгендегі мақсатым, жігіттер, сендерің анау басынан бастайық та. Бұл жердің болып жатқанның себебі неден басталды? Сендердің анау беспонтовый видеоларың маған жіберді. Соң, кім жіберді? Кім? Оны танымайсың сен. Оны маған біраз адам жіберді. Сосын тыңдап шықтында, мендегі әдет сол жауап беруге тырысамын мен. Сөйтіп жауап бердім, кейін Арман шықты да, соң Арманға жеке жаңағы сөйлестік екеуміз, біраз ұрыстым. Содан бұл аға өшірдік деді. Сөйтіп осы кездесуге келістік. Енді сендерің бұдан бұрын қандай жол ұстандыңдар? Маған біріншіден ол қызық емес, өздерің таңдаған жолдарың. Енді мына жерге келгендегі менің мақсатым, осы бір қазақтың жігіті болса да, сол тілі дұрысталса, сөзі жөнделсе, жолы жөнделсе. Мен келген мақсатым сол. Мені келіп сендермен прикол ұстап кетейін деп келген жоқпын. Өйткені мен діндар қалап жүрген адамын. Халық, мен діндармын деп айтпаймын, бірақ халық енді бізді дінге қызмет қылып жүр деп түсінеді ғой. Халықта уже автоматом не болып жатыр. Мына жерде қазір дін мен әзіл кездессе не болар екен деген нәрсе тұрды, жігіттер. Сол үшін қазірден келісіп алайық. Или боқтасамыз ба, кетейік до конца. Мен де бар алам біраз жерге дейін. Или диспут қылған десең диспут. Или жаңағы имандасамыз десек, имандасайық. Сұхбат қылайық десек, сұхбат қылайық. Таңдайық. Бірақ не болады, жігіттер, не айтсақ та ше? Дұрыс нәрсе. Көшенің тілін сыпайы түрмен жеткізейін. Органның шыдайтын нәрсені айтайық, сөзімізге жауап бере алатын нәрсеміз. Өйткені қазір сен бір сөз айттың ба, мен саған оны сұрау мүмкін да, сен осын көтере аласың ба деген сияқты ше? Әркім өзі көтере алатын нәрсесін айтсын. Бастайық, қай тема? Не тема? Не жайлы қозғаймыз? Тема көп қой, тема. Әнелеріңіз адасыпты, аға. Қойсы ше, жігіттер. Менің мақсатым, сенімен ұрсып... Жәке, енді бізде мақсат болған артық сөйлемейміз. Енді уже сіз келгеннен бастап балалар бәріміз өзіміз үйде дайындалдық. Жаңа біраз сөз жаттаған зікірлердің біраз. Әдем, үші Шақияңыз қайда? дәретпен кеп отыр, үшеуі де. Үшеуі деп, мен де дәретпен кеп отыр, мен ғұсылмен кеп отырмын. Жәке, енді біздің бағдарламада кішігірім басыңыздан өткен бір оқиғаны айтып беру керексіз.
өзіңіздің басыңыздан қызықты оқиға. Сол оқиғаның соңын біздің балалар айту керек. Енді сіз өзіңіз қалай айтқыңыз келеді, ол сізге жарасады. Қай оқиғаны айтқыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Біздің балалар сол оқиғаның соңын әдемілеп, жігіттер. Әдемі бір хадиспен бітіреміз. Иә, сөйтіп. Бір хадис еске түсіріп бітір. Өйткені ұстаз мен жек көріп отқан жоқсың. Кейін сыртта Ұстаздың сөйлесетін бұлар жоқ, сөйлесетіндер дайындық болғанбыз ғой. Жәкеңмен келген жігіттерді көріп отыр ғой мына жақта. аналар точно намазхандар ма? Жігіттер келді. кешірім Негізі не ғой? Көше көргенсіз негізі, иә? Мен былай Жоқ, өзім Байтұрсыновта тұрған ғой. Жоқ, Чимгент ағайындарға шықтым да. Сөйтіп едім, ол ұстаз емес ол деді ғой. Ол көше көрген, понятиям жүрген жігіт абайландыр деді. И нақтан, короче, ағайындар кіріп келе жатыр да, қазір. Сонымен қалай сөйлесеміз деп өз айтып жатыр. Мен қайта берсем бола ма? Жоқ, Жәкен өзі қалай сөйлесеміз деп отыр. Жоқ, мен тақуа болып туылғанмын ғой. Серьезно? Оған бетеге. Мен өмірімді қайтесің сен? Бол, Жәке, енді оқиғаңыз айтыңызшы. Қазір сенің өмірін қазаласам, қазір бауырым біраз нерде. Мен айтып берейін ба? Кімнің өмірі жайлы ма? Жігіттер, 79-дағы Сакенді жалпы бізде мұсылманбыз ғой бәріміз. Дұрыс па? Мұсылманмен жолыққан кезде бір пайда алып кету керек. дұрыс айтасыз, күнәміз жасыру керекпіз, иә? Мысалы үшін мен сендермен өткенде кездесуге келісім бердім ғой. Бірақ мен бұл жерге біреумен ұрсуға келген жоқпын. Мен жарасуға келдім. И одан кейін әйтеуір бір адамға болса пайдамыз тиіп кетсе. Бізден көрермендер пайда алып қалса деген нәрсемен келдім да. Енді қазір оқиға дегеннен кейін қазір ойланып отырмын. Менде не? Қажылықта жүрген адаммын ғой мен. Сол жерде болған бір екі нәрсені айтайын. Мен мынаны көргем Көргенсіз ғой бұл сояқта жылап неға келіп андай әңгіме айтатын балалар ғой. Негізі өткенде ашу шығып тұрғанда жолы көретін мен ше. Бұл кезде резко секіріп кетті. Жұмсарып қалыпсыз кәдімгіде, иә? Бір ретте сізден қорқып видеоңызды көріп. Мен не жұмсақ адаммын ғой. Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Робих Фирли. Сол қара. Сол қажылықта жүрген бір мынау сені танымай жатыр. Танымайды. Адам негізі дұрыс айтады, ұстаз. Бір-біріміздің күнәмізді жасыру керекпіз. Былай өткенді айтпау керекпіз. Мысалы, Жәке Сәкенді бұрын ұрып, киім шешіп алған екен ауылдасын. Он мысалы жасырып шешкен ғой, мен шешіп алған. Сіз шешесіңіз. Мен бәрін білемін. Қалай жүрген папа нетем. Пробивной ғой. Мышақ. Ойбай, отморозок. Бірақ кейін шынымен құлақтарын бәрі сынған. Көрсеш, арғы бетін. Чимкентте. Мен жақын отырмын, мен сөйлемей отырмын просто. Сол әдем отырмын. Жай ұстаз болып отқан. Бір күні деп бастады бұл жігіттер. Оқиғаны бастайық, ә? Бұл оқиғаны соңына дейін өзім айтып бере салайын, сіздер просто осыдан не түйгендеріңізді айтыңыздаршы. Болды. Міне, Біз мантыдан басқаша істеген. жігіттер, әркім өзінің өмірін өзі жасайды ғой. Алла тағала бізге ше, өзімізге беріп қойған таңдау еркінше, кім болам дейсің, өзің қолыңда. Ертең Алланың алдына барған кезде, Алла сен мені сондай қылдың ғой деп ренжімес үшін бар ғой. Алла тағала кім боласың, саған өзіңе таңдау беріп қойған. Қараңыздар, бір күні таң намазынан шықтық, бір өмірімде бір мешітке барғам ғой, харамда. Сөйтіп қайтып келе жатырмын. Бір екі Қазақстан деген жазу кетіп бара жатыр апаларда. Сөйтіп мен қазақ көрсек қуанып қаламыз ғой. Не істейін деп жатырмын. Осы дұрыс па? Сөйтіп жаңа екі апа екен қазақтың. Жетіп алдым да ассалаумағалейкум деген ғой. Бүйтіп қарады да. Ана екеуінде ана таң қалады ғой адам бір. Шок болды деген секілді ше. Басқаша таң қалды да ана кісілер ше. Апа не болды? Неге соншалық таң қалдыңыз? Жын көргендей деп. Сөйтсе қызы мен шешесі екен. Сонда екеуі қайтып бара жатыр, бір қара нәсілді анау. Өзі әртүрлі түсті болады ғой. Қатты қара нәсілді кісіні көрген ғой. Сөйтіп жаңағы шешесі қызына айтты, мына мен суретке түсейік деген ғой. Сонда жаңағы қыз айтты, ой, мен не қыласыз түсіп? Ана гостиницаны жарқын мырыстайып деген жер ғой. Сонымен түсейік та деген, сонда апа айтқан ғой, о бәленгіз қаяқтан табасың деген ғой. Сонда мен жанынан кеп
ассалаумағалейкум деп амандасқан да. Резко, иә. Сол жерде суретке түсіп алдық ше. Бұл қысқа ғана оқиға ғой жігіттер. Бұл қысқа оқиға ғой, бірақ бұның мағынасы үлкен да оның. Картоп өзің. Менде тура осындай болған. Сен бауырым, сен өзің оқиғаң мен білемін. Жоқ, бір рет айтып бере салайын деген ғой. Ол кезде карантиннің кезі маска ұмытып кетем. Маска 1000 реал штраф. Маскасыз жүрсен. Сөйтіп барып, айқарам кірейін деп жатырмын. Алдында тұр милициялаш. Содан кейін барып, енді өтірік алдауға тура келді. Кіргім келіп тұр. Гостиницаға Тура келді емес, үйреніп қалғансың ғой айта бер. Жарайды. Үйреніп қалғам ғой. Сонымен айтамын ғой, кіріп баратырмын, маска где дейді ғой, маған қайда дейді ғой маска. И мен андай басетка киіп алғам ғой, мен айтамын ғой, ішінде деймін ғой, киіп ал дейді ғой. Прикинь, ашам ғой, негізі жоқ етін, ішіне маска шығады ғой, прикинь. Сөйтіп тағып алғам. Сөйтіп суретке түсіп алдың ба? Ол кезде қара жоқ қой, маска болды. под маска жүргенімді. Сол кезде маска шешілді ғой. Енді жаңағы мен айтқан нәрседен ше жігіттер. Жай бұны. Не түйдің ал, Олжас баста енді ешқандай. Күте тұрайыншы. Ол жерде мен түйгенім әшейін ойнап айтқан өзі қабыл болып кететін нәрсе ғой ол жерде. Мен түйгенім қара нәсілдіні көрді да, мынаяқтан аппақ сіз болып шығасыңыз. Мен де ақ пен қара бірге жүреді ғой ағайын. Негізі сіздің ішіңіз ақ қой. Шок болып қалдық қой. Тәтем ғой мен, тәтем туған ағам. Жігіттер, Түсін, сен не түйдің жаңа оқиға? мен бұл жерде айтпаймын, мен сіз жақтамын. Айтсаңдаршы жігіттер. Сол ақ пен қара бірге жүреді. Олжас, сен не түйдің? Былай ғой, біз қазір мына жерде Осы жігіт оқымысты арамызда сәл. ұстаз ғой дегеніміз шандай дінді насихаттап жүрген ұстазымыз. Қазір мен жаңа араб қол деп әдейі аманда ұстаздың өзін ескерттім негізі. Қазір бізде тақырып өте қиын болып кеткен негізі ше. Дінге қарсы шығушы, білмеймін, бір определенный бір қоғам пайда болды ғой. Арнайы бар ғой. Бір білмеймін, спонсорлары бар ма, әйтеуір күшейіп кетті қазір. Давайте сол өз сізге амандасайын, соны сіз ақтарып беріңіз дедім. Ұстаз қолынан келгенше ақтарып берді. Біз мына жерде бірақ сонда да бір сіз қысылып тұрған сияқтымыз біз сізден ше. Ана бір үйдегідей емін еркін бір чай ішіп әңгімелесейікші. Жоқ, спокойно. Біз бәріміз бауырымыз ғой, бастысы әйтеуір боқтасып жүрмейік жігіттер. Жоқ, боқтамаймын. Атак сізде боқтай аласыз, Жоқ, мен бауырым жаңа оқиға айттым ғой. Содан просто ойларың сұрап отырмын. Түйгеніміз не айтасың сен, Файзулла? Ол ақ пен қараны айтып қойды ғой. Ақ пен қара бірге жүреді дедің да. Жақсылық пен жамандық. Бұл жерде біздің миымыздың қысқалығы шығар, бірақ түйіп тұрғанымыз сол ғой жаңағы именно енді Мекке деген енді точкамыз ғой біздің ше, жалпы әлемнің. Ол жерде дұға біріншіден логически тез қабыл болады дегенді білдіріп тұр. Біздің енді менің миыммен одан кейін не айтасың сен, Файзулла? Аға, осындай болма әңгіменің бәрі. Аналар қайта берсе бола ма? Жалпы мынандай ғой жігіттер. Бұны бізде не деп айтады? Совпадение дейді. Одан кейін случайность дейді. Олжас, мынау дүниеде кездейсоқтық болмайды. Дұрыс айтасыз. Мынау дүниеде ше кездейсоқтық болмайды. Кім неге ниеттенеді, Құдай оны алдынан шығарып береді, түсініңіз ба? Бұрын ойлайтын еді, қазақ айтады, жақсы ойла дейді да. Сенің ойың сөзің айналады, сөзің ісің айналады, ісің сенің әдетің айналады. Әдет не сенің сорың, не бағың. Анау апа да 85-ке келген апа өмірінде бір рет жарқын деп айтпағанда, тура сол жерде жарқынды қазір қайдан кездестіресің деген кезде менің соның жанынан табылуым бар ғой, өзге мемлекетте. Бұны біз кездейсоқтық деп айтамыз ғой? Жоқ, Алла тағала адамның ниетіне қарай алдынан оқиғалар жаратып отырады дегенше. Мысалы, үйіңнен қазір бір шоқпар алып шықшы, атаң әлітке біреуме ерегіс қылсам керек болады деп ше, сен соны пайдаланасың. Дұрыс айтасыз. Сол саған міндетті түрде біреуге пайдалануға керек болады. Неге? Сен ниетің сондай етті. Түсініңіз ба? Мына өмір, мысалды былай келтірейік жігіттер. Ақыр уақытымыз бар ғой, дұрыс па? Бар. Алла тағала, мына өзіме в мире животных деген көп көрем. Есіңізге түсті ма мына жігіттерді көріп? BBC. Жануарлар әлемі бар ғой. BBC ғой. Ғибрат алатын нәрсе көп жігіттер. Бізде қазір көп ата-аналар баласын тастап жатыр ғой.
ана жерде көрсең ана үйректер жарларда баласын өсіреді ғой. Кейін теңізге шығарар кезде мына астында түлкі күтіп жүреді. Бұл өзі түлкіге өзін береді. Ана бала шағасы ана суға түсіп кету үшін ше. Ой, оларда мейірім деген. Одан кейін мысалы үшін зебра туады. Біреуіне қаласайық. Немесе елік туады. Сонда анау 5 минуттан кейін құлыншағы тұрады да уже еме бастайды. Нақтан гиена шапса қашады не? Ода уже 5 минут бұрын туылған жаңағы кішкентайда инстинкт пайда болды. Ақыл өзіне керек ақыл пайда болды. А енді біз туылғаннан кейін байқайсыздар ма, біз жатырмыз, сен жаныңа арыстан келе ма, басқа келе ма, қазір мынаның жанына арыстан келсе мына дәрет бар ма, жоқ па, сұрау керек болады, дұрыс па? А кішкентай балада жоқ, маған келсінші. мысалы да, а енді қара, жаңадан бала туылды да, ол өзінің жақсы жаман дәрет сындыру, жеу, ішу еш нәрсе түсінбейді не? Ноль информациямен келген. Неге десе ше, ата-анасын Алла тағала ше, ертең сен өскеннен кейін, я Алла маған мынандай баланы не үшін бердің деп ренжімес үшін бар ғой, баланы ноль деген информациямен бергенде өзіңе қандай бала керек, солай тәрбиелеп ал дейді. Түсінесіз ба? Сол үшін бала жай дамиды. Түсінесіздер ма? Бәрі. Бұны қарамай-ақ қойсын бауырым. Татуировка салып. Тура сол керек қой. Неше хрестик татуировка салсақ ойналар. Заваз деп қойған ба? Завод. Ондай емес. Армейский ғой, армейский ма? Армейский ма? Бүкіл батияларда бар ғой. Заводовый ма неқта? Түсіндір ғой Жәкең не Жаңағын айтқан түсініздер ма? Жіктер. Бүкіл нәрсені Алла тағала ше. Сен кім бауырым? Таяқ жейді қазір. Арманмен ауыссыншы. Ұрғанға мамық гладко әдемі. Әкел тақияңды әкел. Жігіттер бағанағы айтқан оқиғадан Өзі ауыз ол деме шығар өсің аяқтан. айтқым келгенінше өзің жолыңды өзің таңдайсың. Қандай жол? Жеңіл жол, жақсы жол, абыройлы жол, абыройсыз жол өзің таңдайсың. Тағы қызық айтып берейін. Сен күле берме. Қазір ғана мысалы көрдіңіз ба? Мені сізге жақындатты, мынаны алыстатты сізден. Мына қандай ғибрат, Осымен бағдарлама жабылды. Сіздермен болған Айымбек Бақбанов, Қазақстан Тараз десең. Енді Жәкең, сіз оқиғаңызға дейін бір сұрақ қойғым келіп тұрды. Өзінің әйелінен қорқатты, бірақ сыйлайым деп білдіртпейтін адам жайлы не айтасыз? Инстаграмның паролін біледі, соткасының паролін біледі, Каспий Голдың паролін біледі. Кім екенін айтпай ақ қойын, қазір ғана ауысқан бала. Айта беріңіз. Ар жаққа отты ауысқанда. Мен емес подкаблук. Жәке, Сонда- мен ондай емеспін. Негізі дене көмектеспейді екен ғой. Кейде қорқады. Қалай ол бұл? Мен мына әжептәуір біраз жерге барады деп жүрмін ғой. Жоқ, сөйтіп көрінеді. Мен біраз жерге барам. Әлі көресіз. Кейін қайтамын десе. Жігіттер, мен өзім былаймын. Сіздермен әзілдеп, мен өмірде осылай, адамдармен осылай әзілдеп сөйлесіп, осылай отырамын. Мен тұйық адам емеспін же. Анау ішімдеген оқы деген нәрсе емес. Бірақ артық кетіп бара жатсақ, білемін уже мен шекараны ше. Тағы бір оқиға айтайын. Мысалы мен ренжіп қалдым. Қалай ойлайсыз? Сен жарты убаз орнына сен кешіріп жүресің ғой қазір. Кешірім сайын. Жаным, шындыққа ренжімесейші жаным. Жәке бір сұрақ қойыншы сізге. Осын қанша имамдарды көрем. Ана негізі білмеймін қалай екен. Естіп қалатыныз бар. Денеден тыс салмақ туралы харам деген бір. Менің бұлай шынтаққайын шығып кетсе болды, сен харамсың ұш. Жоқ, тоқта, сен жарқын ұстасын ба? Қазір айтады қазір. Меніңкін айтады. Жоқ, общем, түсініңіз ғой мен сұрағым негізі. Шынтақтан бастайды қазір. Мына екі табақтың атынан общем сізге. Жоқ, ол мынандай ғой жігіттер. Харам деген ол үкім болып кетеді. Зиян десең басқа. Зияндығы жайлы айтылған бар. Бірақ харам деген ол уже жігіттер ол оның мойындамаған адам діннен шығып кетеді ғой, ол уже ол харам деген үкім болады ол. Парыз бен харам деген секілдіше. Зиян десең ол енді бірақ енді жоқ, сіз давайте көңілге қарамай конкретно айтыңызшы. Біз табақтаймыз ба бауырым конкретно? ше, сені қусам жетіп алам, қашсам құтылып кетемін да бауырым ше. Осының өзі жеткілікті. Сен мынау сен өлесің ырсылдап. Мына жері кетті тиктокқа уже. Ырсылдап өлесің дейді.
бір күні баяғыда енді аз маз неге бардық қой спортқа. Сонда бір жігіт келіп, не болды? сен жақта не Дәретің бұзылды ма, не болды? Багажы бар да. Сөйтіп, мынау зиян ғой деп жатсам, не дәлелің бар дейді да. Сіздерге біз оны білмей жүрек, сөйтсек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бар екен сөзі. Осындай қарны үлкен адамды көргенде екеуің жайлы болып кетті тақырып дұрыс па? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мен имамым келді. Нұралы имам, келсеңші. Мына келіңші. Табақтар туралы әңгіме отыр мына жақта. Енді қара. Боря. Боря. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, мынаның сенде болғанынан болмағаны дұрыс еді деген. Омар радиаллаху анху айтады, осындай үлкен, осындай қарны қатты үлкен адамды көрген кезде не дейді? Мынау саған өмір сүруге ауыртпашылық тудыртады, өлгенде сасық болады деген. Өйткені ол жерде нең болады? Бауырым, өздерің ауырлатып В общем, фитнеске барамыз ертең, а? Не үшін сұрақ қойды Олжас? Біліп тұрсың. Талпансыз ба түш отсашына? Ертең сатисың. Оқиғаға көшейік. Бір оқиға айтамын береміз. Оқиға, енді осы оқиғаның соңында не болғанын сұраймыз, Енді сіздердің каналдарыңыз мынандай ғой. Бұдан бұрын шайған каналсыздар ғой. Қазір барынша мен сіздерге бейт анау бірден серьезно болып кетпесін, әйтеуір бейт халық түсінбейм, бейтіп әзілдесіп не қылып отырық, дегенмен бірақ ойланатын нәрсені айтайын. Бір күні қажылыққа бардық. Өзі 2-3 топты қосады үлкен қажылықта. Сөйтіп екінші топтың жаңағы қажылары бізбен, менен мынандаймын ғой. Өзіміздің топты алып жүрем постоянно. Түсте сабақ, тамақ беріп ше, бірге жүреміз. Кейбір топтарда енді гид болмай қалады, басқа болып қалады. Сосын мен не істеймін? Бәрін бірде асырай алмаймын ғой. Осылай қажылар отырады. Біздің қажылар деймін да жинап кетем. Кейбір адамдар оны дұрыс түсінбеген да. Ішінде бір-екеуі жаман зуб ұстап қалған ғой, ренжіп қалған ғой. Сөйтіп Арафатқа барған кезде бәрімізді қосты. Сөйтіп Арафатта тұрып мен уағыз айттым. Мен уағыз айтқанда әзілдеп, арасында әзілді көп қосам. Сөйтіп бір кезде менен кейін бір кісі тұрды да былай деді. Мен атеист болғам деді. Мен 60 жыл Құдайға сенбей өмір сүргем. Қазақстанның главный сот орындаушысы, түсіндің ба? Главный сот орындаушысы болғам. Былтыр пенсияға шыққаннан кейін дінді түсініп, биыл қажылыққа келіп отырмын деп, өзін таныстырып келді. Мен ол кісіні танимын. Ол пенсияға шыққан жоқ, ол сот алып кетті да, түрмеден неге сен мынауың шай отыр. Сөйтті да маған қарай бұрылды да, жаңа уағыз айтқан бала деді. Енді ана ішіндегісін шығара алмай жүреді ғой. Мен сонша жыл өмір сүріп, мына жерге сенің әзілін тыңдауға келген жоқпын. Сөйлейсің ба, серьезін сөйле деді. Әзілдерің керек емес бізге деп. Отыра салды, сөйтіп бұл жақты. Жалпы мен өзім адамға адам сияқты қараймын. Мынандай бейт құрал ретінде оны бір мамандығымен құрал сияқты қарамаймын ше. Әкім ба, мен үшін адам. Прокурор ма, ол мен үшін адам. Қойшы болса да мен үшін адам. Жай адам ба, ол да мен үшін адам. Бәрі адам. Қайтып тұрдым да айттым, көке, Алла разы болсын, сіз тіке айтатын адам екенсіз. Бірақ біліп алыңыз, мына отырған қарапайым халық. Ол ғылыми сөз түсіне бермейді. Одан кейін оларға аят хадис айта берсең, олар жалығады, қабылдамайды. Мен осылардың түсінікті болу үшін жалпақ тілмен айтып жатырмын. Егер сізге серьезный әңгіме керек па, жүріңіз екеуміз сыртқа шығайық. Сіз сұрап паразам тартады кесе? Жоқ, енді Құдай көріп тұр ғой, солай болып жатыр. Жүріңіз сыртқа шығайық екеуміз. Мен сізге тозақ жайлы аят хадистер айтып берем, одан кейін басын қасып отыр деген ғой. Анау ренжіп қалды. Сөйтіп, уже асырдан асып барады. Үлкен қажылықта білесіздер ғой, Арафат Шамға дейін ғой. Бірақ жігіттер ол жерде ешкімге ренжуге болмайды. Ренжітуге болмайды. Ана кісі маған ренжіп қалған ол, өйткені оны ауыр сөз айтпайды адам. Кейін жай бардым да отыр екен. Көке, сізге дұға қылайын. Атыңыз кім? Айтсаңшы деп ем. Деп қаратты. Құрып кетші әрі деді ғой. Дегесің ғой жаңа Шымкентске. Ал ішінде не айтқан тауып алыңдар десе. Бізде де нәпсі бар ғой. Сізге емес, Сіз жамандап отыр десең. Сөйтті да. Мен айттым, көке, дұға қайтарылмайтын жер ғой, атыңызды айтсаңызшы. Сізге дұға қыламын деп жатыр. Шынымен жігіттер Құдай көріп тұрған осы енді. Адамдар қарап тұр ғой, бүйтіп қаратты. Кет дегенде ит те кетеді ғой, кете бар деді ғой.
ана жаққа барып ауырдым ғой. Боря 6 жыл күреске неге қатыстым деген сияқты. Мысалы қатыспағанмын ғой, бірақ енді просто ойлап жатырмын да. Қатыспаған. Қазір бер жаққа келе жатсыз жыл уже. емес қой. Қазір ұрғызамыз әлі сізді. Сөйтіп нәпсі деген енді шырылдап жатыр ше. Отырып Арафатта отырып дұға қылып, Алла, мынау маған келейін деп тұрған жоқ. Менде мынаған баруға уже желание жоқ. Кісілік жібермейді уже, бар ғой. Алла, татуластыршы әйтеуір. Білмеймін, арамызда бір тірлік болсын әйтеуір. Біз татуластыршы деп ше. Содан Мұздалифаға бардық. Анау әлі бүйтіп кірпішешең ұстап жүр, мені көрсе тырысып қалады. Сөйтіп Минаға бардық. Минаға барған кезде еркектер мен әйелдерді бөледі ғой. Сол жақта бөлді. Сөйтіп әйелдер жаққа барып уағыз айтып отырған біреу жүгіріп келді да шақырды. Сізді срочно еркектер жаққа шақырып жатыр деп. Мен имам болғам. Бұрын талай адамдарды Құран оқып дем салып өлтіргенбіз ғой. Енді жоқ, өлейін деп жатқанда шақырады, дем салып отырасың, сөйтіп кетеді ғой. Сол ғой, мағынасы бар ғой. Жоқ, басқаша түсініп Бірақ қалған. мағынасы бар ғой. Түсіндім, иә. Өледі ғой. Адамдарға дем саламыз өлер кезінде, тірі күнінде керек қылмаған Құранды өлетін кезінде іздеп қалады ғой біздің адамдар. Барсам, ана көке, жаңағы көке талып қалған ғой. Именно сол талып қалған. Отырдым да біз үйреніп қалғанбыз. Бөрі. Қарғаған жоқсыз ғой, иә? Жоқ, қарған жоқпын. Деп көрген жоқсыз ба? Уже адам жәнін алдың ғой. Не білемін? Уже кетіп қалай. Жасың нешеде? Мақұл. Сабыр. Сөйттім да. Нейді анау. Әдет қалса да ауру алмай ма? Ауру қалса да әдет қалмайды деген бір бөле бар ғой. Менде де әдет бар, қолым кетіп қалады ше. Сол үшін қашып кеттім ары қарай. Мен танимын бұл кісіні. Сөйтеді да былай болады ғой. Адам дем салған кезде, адам жан тапсырған көзбен көргенбіз да. Енді сенікін білмеймін. Бірақ негізі басқа адамдарда, сенікін білмеймін деймін да, басқа адамдарда жан аяқтан бастап былай шығады. Негізі сен домалақтарда білмеймін да, аяғы қайсы, басы қайсы. Жанынан да алды, алдынан да алды. Домалақ деді саған, табақ деген жоқ, домалақ деді. Жоқ, бұл мен жаман емес қой, домалақ нормально. Болмаса неге отырып ауыр. Құдай берген да. Отырасың ба орныңа? Не істегің кеп тұр? Ана кісіні аяғын уқалаймын, қолын уқалаймын. Адам жан тапсырарда байқайсыздар ма? Аяғы, қолы мұздап бастайды ғой. Аяғын уқалаймын, қолын уқалаймын. Бір кезде есін жиды анау ше. Жүрегін басып қоямын. Сөйтіп мені көрді да, қайттан көзін жұмып қойды. Мені жек көретін ғой. Әзірейіл деді ма. Сөйтіп мен бәлең бәрін біліп жатыр ол. Құран оқып отырмын, аяғын уқалап қоямын, қолын уқалап қоямын. Енді ешкім біреудің аяғын ұстамайды негіз. Сөйтті бір кезде тұрып кетті. Намаз оқимын деді, тұрып кетті. Сөйтіп қайтып келді да, мынандай жерде тұр. Білесіздер ма, бұрынғы союз көргендерде ше, бәрі шындық деген бар, честность деген бар оларда ше. Тұрды да, бергел деді. Барып ем, рахмет деп қолын берді ғой. Сөйтіп екеуміз кәдімгі рахаттанып қаласың ғой. Ана Арафаттағы дұға қойды түсіңіз да. Сөйтіп мен айттым, көке бәрі нормально. Басты сізге жақсы болса болды деп кетіп қалдым. Ертесі түсті екінші палаткада біреу уағыз айтып отыр ғой. Сөйтсем мына көке айтады да. Мынау бақыра бергенше біздің жарқын сияқты айтпай ма дейді да, түсінің ба? Ол алдында менікін қабылдай алмай жатыр ғой. Сөйтсек мынандай нәрсе бар екен ғой. Адам біреуді жақсы көрсе ше, оның қателігін көрмейді. Мен де сіздікін көрмей отырмын, көрдіңіз ба? Сіз мен 2 рет ренжіттіңіз, мен ренжімеймін. Базар жоқ бауыр. Мейірімға жатып қалған екенсің бірақ ше. Базар жоқ қой. Мейірімің денеңнен үлкен сияқты. Енді қара. 2 рет кешіру деген ше. Мен көрініп қалдым мен бая. 2 рет кешіру деген. Жарты сағаттың ішінде 2 рет кешірдім сізді. Шын ниеттен. Кешірім сұраңыз. Кей мен кеткеннен кейін сыртынан шайып жүрмей тұр. Жоқ, кешірім сұраңыз. Сол кезде жаннатқа бірінші кіресіз. Мына қай медреседе оқыдың? Жоқ, міне Нұралы имам айтады, ренжіген адам егерде ағасыма біреу көрдіңіз ба? Сол үшін Өтірікшінің куәгері қасында жүреді сен дейді. өтірікші дейді. Мен өтірікші емес, Мен мынаның куәгерімін десең. Енді қараңыздар жігіттер. Кешірім сұрамайсыз ба не? Кешіре бауыр. Бірақ Кешіре деп қойса. сөйтті да, ана кісі бізде мынандай біреуді жек көрсек, ол шындықты айтса да қабылдай алмайды екенбіз да.
түсінсіз ба? Жақсы көріп тұрсың ба, ода қателік көрмейсің. Осыдан кейін ше, қайтар күні гостиницаның алдында ана кісімен жолықтық қой. Не болды? Бұлай өздеріңнен фантазияң қойшы, не болды деп ойлайсың? Ал тура осындай болған бізде. Сен де оқиған бітпейді екен сен. Бағана маска. Жоқ, шынымен айтамын. айтшы бәрі. Бір гид, короче. Білесің ба? атын айтпай, былай ашын айтып бар. Қуады анау. Е, қой. Мақұл, кесін. На, болды. Қалай? Ойлап қалады дейді, бәрі айта бер. Ладно, ойлай берсін. Короче, гид қой анау. Бір кез әзілмен уағыздар айтады екен, натуряныш. Әзілмен айтады уағыздарды. Мен айттым, кішкене хадиспен айтсайшы дедім. Мен КВН көріп жүрген адам, мен сені көргім келіп тұрған жоқ дедім ол. Ол да әзілмен айтады да. Әзіл керек емес дедің ғой. Аха. Содан кейін әзіл керек емес дедім. Бірақ әзілмен әкет еткен аныш. Бір кезде Арафат тауына бардық па, сол кезде құлап қалдым мен. Сен құласаң қиын шығар. Сөйтіп аяғымды ұқалап отыр анау. Сен басқа вариант жоқ қой, сен көтер алмайды ғой. Жоқ, аяғымды ұқалап. Содан кейін мен айттым, Алла разы болсын дедім. Жоқ. Ол дейін сау. Жоқ, Алла разы. Оның дені сау дейді. Жоқ, Алла разы болсын дедім да. Кетіп қалдым да. Содан кейін барып, мынандай болды, төртеуміз, бір комнатада жатамыз. Сен түсіңді айтып жатсың ба? Жоқ. Де ма? Мединадамыз еще біз. Сол кезде Арафат Мединада емес қой. Жоқ, Мединаға келдік үшін, Медина. Тыңдасаңызшы, мен сіз бөлген жоқпын ғой. Сен вообще басқаша. Жоқ, содан кейін Мединаға келдік. Мединада төртеуміз бір комнатада жатамыз да. Бір кезде бірінші мен кірдім. Дем салып жібересің деп. Жоқ, тыңдасаңызшы. Сосын? Умей слушать, умей говорить. Бәсе. Сосын? Сонымен, короче, енді мен дәрет қысып кетті, короче. Сөйттім да, бірінші кірем ғой. Кіріп қалам, анау әппақ болып жатыр ғой неде. Дивандаш. Кім? Диван, әжетханада диван тұр ма? Жоқ, енді. Сен қуасың. Неге кірем ғой? Комнатаға кірем. Төртеуміз бір неде комната жатыр. Дәретхана неқта ғой. Сөйтіп бірінші комнатаға кіресің ғой. Кіріп қалам, анау әппақ болып жатыр ғой. Ема, шошып кетем ғой. Жылайтын жерін айтып қой, Жоқ, жыламайсың ояқта. Мен өзім боқтап жүрем ғой. Пашамай, не істеп жатсың деп. Сөйтсем гид екен. Гид кіріп кеткен ғой біздің ғой. Мен айтамын, бір нәрсе жоғалса шығарып берсем. Жоқ, жоғалмайды ғой. Сол дұрыс па негізі? Гидтің әр комнатаға кіріп жүре беретін. Дұрыс қой ол. Дұрыс па? Ол сол үшін гид қой ол. Ол кірмесе не қылады гид болып? Дұрыс па? Онда мен зря боқтадым ғой, не? Одан да кешірім сұрап. Кешірім сұрап, қанша кішкене арабтың тиыны қалған соған беріп кеткен. Енді жаңа кісі бүйтті ғой. Кісінің айтқанын айтпайсыңдар ма сонда? Сендер Қонақ үйдің алдында келді ғой. Ол келді ғой қонақ үйдің алдында ше. Тыдайық. Келді. Сөйтіп, жақсы бауырым. Рахмет саған. Біраз нәрсе әйтеуір түсіністік қой деп ше. Келіп қол алысып қайтты. Енді осы жерде осы оқиғадан не түсінуге болады деймін да. Бұл серьезно, бұл әзіл емес, шын айтып отырмын. Осы оқиғадан шынымен не түсінесің? Әзіл демей. Андай ғой, адам керуіз ұнатпай қалады ғой. Бірақ мысалы біреу вообще еш нәрсе істемеген де сағыныш, бірақ аурасы ұнамайды аныш. Вообще еш нәрсе істемеген, бірақ ұнамайды аны өзіме. Бір жері жақпайды да. Бір кішкене сөйлесе келе бауыр басып қалатын болсын да, уже ертесі күні звондайсың ғой. Бауырым қалайсың депші. Ол сондай сияқты, ол мәмілеге былай келсе нормально адамшы, ол араласып кетеді. Егер де араласпаса, болды, өздеріңіз бағанағы сіздер сияқты гір-гір болып жүреді да. Осы сіздің сөйлеген кезде паразам шығармай, сабырлық сақтап, дұға еткеніңіз дұрыс. Дұрыс па? Менікі? Ойың дұрыс, ойың түсіндірдің ғой, Жоқ, жалпы ойын сұрап отырық, әркім өз деңгейін айта береді ғой. Мен ойым, өмірде сен бір дұшпан деп ойлайсың, бірақ жаның қиналған кезде сол дұшпан жақсылық істеп жатады да, өзің ұялып қаласың. Көбіне сол ғайбатта кездеседі. Мынау мен аяғымнан алып тастаған. Әсіресе біреуді жамандайсың ғой, сол ертесінде жақсылық істеп тұрған кезде өзің айтқаның ғой, өкініп қаласың ғой. Мынандай ғой, біріншіден негізгі шынайы дұғалар қабыл болады ше. Дұрыс айтасыз. Екіншіден, анау кісі жігіттер Қазақстанда главный сот орындаушысы деген ше, үлкен абыройлы кісі болған. Оның алдына адамдар көп барады да. Ол біреудің алдына баратын адам емес қой. Ол біз тұрмыз ғой жігіттермен. Ол өзі келді да. Маған келіп жақсы деп кетіп жатыр да. Қажылық ше, қажылық.
адамды кішірейтіп тастайды. Дұрыс айтасыз. Түсінсіз ба? Ананың жүрегін Алла тағала сындырып тастады да, мен ешкім емеспін ғой, бірақ Алла тағала ананың жүрегін кішірейтіп тастады да, түсінсіздер ма? Уже кісілік жоқ анада, түсінсіздер ма? Келіп, маған келіп, айтсам бергел десе де барасың ғой негізі. Келіп, жақсы деп қол алып кетіп жатыр да, қажылық негіз адамды өзгертеді. Дұрыс айтасыз. Бірақ қажылыққа барып келіп өзгермей жатқандар бар ғой, олар Онсыз кеше Инстаграмда айттыңыз ғой, сол. Қажылыққа барып келіп, аузына келген оттап передача ашып дейсіз ғой. Жоқ, сендерге қатысы жоқ. Жалпы бұл бәрімізге ғой, дұрыс па Нұреке? Осы әр сапар бар ғой, адамға пайдалы болу керек қой. Қажылыққа бір келіп өзгермегендер бар ғой, ұйықтату керек оларды. Жігіттер, Алла разы болсын. Біз сендердің передачаларың қанша болатынын білмеймін. Жалпы Алла разы болсын, жігіттер. Оқиғаңыз болса болады тағы да айта беріңіз. Осында бір әңгіме айтып бере салайын ба, тура осындай? Сен жаңа менікінің копиясын сәл өзгертіп. Копия емес. Тағы бір гид кіріп қалса сен точно ұйықтайсың да. Жәке ондай емес, шынымен. Мынандай болды. Шынымен ба бора? Иә. Қашан болды, айтшы? Біз Меккеден Мединаға кеттік қой. Кіммен бардың ол кезде? Ол кезде кім? Жігер бәріміз ше. И жігер бір кісіге, короче, дәрет алғызып үйретіп жүр да. Уже Меккеден кетіп қалдық уже. Мединада жолда тоқтап, тамақ іштік, сол жерде дәрет алғызып үйретеді. Бірінші қолын жуасың, аузын мен түсінбей қалдым. Осы жерге келіп намаз жығылып жатыр ма деп. Сөйтіп едім, анау кісі мен сізге қазір әңгіме айтып беремін деді. Қасыма отырды автобуста. Сонымен, короче, Мединаға дейін жіберді ғой. Мынандай болған, короче. Бір отырыста отырған, кішкене ішімдікте болған ары-бері. Сөйтіп барып, бір досын айтқан ғой, сен че там? Намазға жығылсын, естідік ары-бері. Сөйтіп айтқан ғой, менің Меккеге барайын деп жатырмын, туда-суда. Короче, Алла тағала шақырып тұр деген ғой. Какой шақырған? Любой адам ақшасы болса бара береді деген ғой, мужик. Сөйтіп айтады ғой, сол жерде спор кетіп қалады екеуінде. Сөйтіп анау айтады ғой, давай қандай тревел, мен қазір. Ақшасы көп анау. Сен еще одан білесің ба не алғансың? Сағат па нәрсе болса подарок еткен. Ол ақшасы көп анау мужиктің. И, короче, ішіп отырып, короче, ала саған ғана. Билетті, короче. Нені ше? Бір тревелмен. Сонымен біздің тревел болып шығады ғой, ол біздің. Сонымен кетеді, содан кейін барып айтады ғой, енді. Ол спормен кетіп тұр да. Спормен сол Меккеде болған кезде ол айтады ғой, мен Алла тағала шақырыпты ғой деп жылап тұрып қағбаны айналғанды көрген мен онша. Сөйтіп барып Алла тағала шақырыпты ғой деп намазға сол жерден жығылады да. И сол кезде Мединада тоқалына звондайды ғой, прикинь. Тоқалына звондап. Кімге? Тоқалына. Прикинь, звондап айтады ғой, біз некемізді қию керекпіз. Короче, мен бәрін түсіндім дейді ғой. Мединада жүрегі, короче, елжірейді ғой анау кісінің. Сөйтіп қасына барамыз. Сол кісі бізге білесің ба? Құрма, бәрін өзі төлеп. Короче, фирмам бар деп. Ұмытып қалдыңдар ма? Біз сені танымай отырық, брат, сен кімсің? Сен баяғы бор емессің. Сен вообще танымай отырық қазір. Мен 85 жыл. Жоқ, сондай болған. Әдем айтты негізі. Болған оқиға. Болған оқиға. Балалар біледі негізі. Талай кісілерді ол жер не деп амал жоқ барып қайтар кезінде жылап дұға қылып қайтқандарды көргенбіз. Негізі ол жер адамды өзгертетін жер ғой. Өте қатты өзгертеді ғой. Сен не өзгермедің деймін. Қолың тимеді ма? Сен бірақ Мәдинада Арафатқа мінгенге қарағанда сен шайғасың ау. Мынандай ғой, Жәке, мынау камерада. Арафат Меккеде ғой ол. Камерада басқам. Мен қазір отырып бір шай ішіп әңгімелесіңізші. Қой, ендігі подкастта мен шоқта боласыз. Жоқ, сен гид болатын жігіт екенсіз. Отвечай. Сені ма? Қазір бір шай ішеміз ғой. Біздің шай андай кішкене қосылады көк. Іше бересіз ғой баняда, Баняда. Алла разы болсын жігіттер, барынша әзілдеп те жатырмыз. Бұл әзілдердің ішінде бастысы өтірік кетіп жатқан жоқ. Негізі шындықпен әзілдеп жатырмыз. Алла разы болсын сендерге. Сендер біздің бауырымызсыңдар. Менің бұл жерге келгендегі мақсатым жігіттер, сендермен ұрысу емес. Әйтеуір мынандай ғой. Шынымен сендерге қазақтың жастары еліктейді. Қазір шынымен интернеттің желісі. Сол үшін де сендер не өтетін тақырыптар іздейсіңдер. Еркекше әңгіме ғой, дұрыс па, өтетін, халыққа өтетін тақырыптар іздейсіңдер да. Бірақ сендерде бір проблема. Ол өтетін тақырыптан пайда бар ма, зиян бар ма, көбірек қайсысы болады деген нәрсені де таразылап тұру керек та. Өйткені жігіттер, бізден гөрі жастар сендерге көп еліктейді.
Өйткені әзіл сықақты бәріміз жақсы көреміз ғой, дұрыс па? Сендерге еліктеген адамдар бар ғой, ертең әйтеуір баюдың жолы осы екен деп ше, дұрыс емес жақ әрекет қылмасын. Жасаңдар. Осы нәрсе жақсылыққа да көп қой, дұрыс па? Жақсы тақырыптар көп қой. Мысал үшін жігіттер айтайын. Бұрын әке шешелерімізбен отырып тамашаны көретін ек қой, Бауыржан шоуды ше. Қазір бала шағамызбен отырып ше, кейбір сондай сахнада өнер көрсе, көре алмаймын мен бала шағаммен отырып ше, көруге ұяласын. Өйткені кейде бар ғой, ұятсыз нәрселерді спокойно айта салады да. Бала шағаңмен отырып қазақтың өнерпаздарын көру қиын болып қалды да. Сен өзіңе сұрақ қойшы, сен қайсысына жатасың? Халық көре алатын ба, жоқ әлде халық жасырынып көретін ба деген секілді ше. Мысалы, өнер қырандары бар, дұрыс па? Жақсы-ақ нәрселер жасап жатыр ғой, дұрыс па жігіттер? Бірақ көрермен жоқ па? Әркімнің көрермені табылады. Бағана оқиғаны сіздерге не үшін айттым? Әркім ниетіне қарай табады. Саған белгіленген дүние келеді. Бірақ ниетің қандай? Сол жолмен келеді да жігіттер. Сол үшін батыр жолын таңдасайшы, қотыр жолды емес деген се. Саған еш жоқ. Мыналар айтып отыр. Жабыламыз осыдан кейін болды. Жоқ, жабылма сен. Жоқ, жабылма. Жабыламыз болды. Оған сіз кінәлісіз. Кешірім сұраңыз. Ертең біз аштан өлсек жауап бересің. Екеуі аштан уже қарындар ашып отыр. Жоқ, жігіттер, жақсылыққа өткенде сіздерге айтайын ба? Содан кейін маған суретін жіберді. Нұрекеңе хабарласқан ғой мен. Жоқ, там Тараз Нұреке звондады ғой сразу. Тараз жарит болып жатыр ғой, не болып жатыр? Нұрекең қазір деді да. Сразу кім несін жіберді ғой? Андай болу, ишакпыз деген болу. Ишакпыз. Не жерге ше жігіттер шынымен. Сразу айттым ғой, білем дедім. Звоноктар кетті ғой жан жақтан. Сосын сізге звондадық қой сосын. Мына жерде негізі ше, сондай кісілер отыру керек. Қандай бір көкірегін өшіретін біреулеріміз. Иә, дұрыс айтасыз. Сіз соны полный көргенсіз ба? Негізі жоқ, маған жіберді ғой. Мен басынан дежерін көрдім да. Достаточно дедім. жоқ, ана енді бір сұрақ қойсам бола ма сізге? Қоя берсейші. Бағанан бір қойып отырсың. Емшек деген әдеби сөз ғой негізі. Иә, біз айтамыз ғой, оны смотря неге қолданасың. Мен мысалы, Меккеде өтеміз, мен битемін. Емшектес бауыр, бір емшектен емген бала. Аналар, балаға емшегін көрсетпей жасырып деген сияқты ше. Мен де соны айтып жатырмын ғой. Бірақ оны сен мына жерге бір ондайды отырғызып қой, ол басқа да. Иә. Дұрыс па? Жабыламыз. Басқа вариант жоқ. Біздің уақытымыз болып қалды ме? Жоқ, жәке, ұра беріңіз, сіз вообще уақыт бізде не? Алла тағалам уақыттан бітірмесін. Мынау бұрыннан тақуама негізі, мынау танымай жатыр қой. Мен танымай отырмын сіздің. Қасында 2005-тен жүр, мен танымай отырмын. Нұреке, мынау наиб имамыңыз емес пе? Пурия ұстаз деген бар. Аумен. Бейсенбі. Чипса тамақ жегенге ма? Шелпек десеңізші. Бауырлар бір-біріне ғайбат айтпаңдар. Енді қараңызшы. Менде бір жәке бір сұрақ болып тұр, балалармен бағана ақылдасып осы жәкеңе сұрақ қойыш деген ғой. Енді арасында сіз енді тікелей айтпасаңыз да әдемі бір жеткізіп жатсыз ғой. Біз артық сөйлеп қоятынымыз бар. Оны енді жігіт болғаннан кейін мойындадық. Телефонмен де сізге мойындап айтып жатырмын. Енді мен андай өзімнің кемшілігімді біліп тұрып, басқа біреудің кемшілігін айтып жатыр деп ойламаңыздар. Просто сізден бір информация алғым келіп тұр да. Кейбіреулер сахнада ішімдік жайлы көп айтады. Соны насихаттамайды бірақ ішімдік жайлы көп айтады да. Неге деймін де, солар мен осыдан кейін қатты мен андай әр адамның сөзіне мән беретін болдым. Сіздер маған айтқаннан кейін біздің балаларға да дұрыс қой енді. Бізге де артық бір кейде әзілдеп қоямыз. Оны монтажда пиқылдатып, кейбіреулерін пиқылдатып тастаймыз көп жерін. Сендер біраз нәрсені пиқылдатып жүріп жатсыңдар ғой. Бірінші бағдарлама шығар, ешқандай пиқыл қолданбайтын. Бүгін өзімде Аллаға шүкір шок болып отырмын. Пиқылдатып жүреді. Иә, соны түсін. Жаңа жайлы айтып жіберіңізші. Жалпы жігіттер, соны да бір естісін деп жатқан. халық көретін адам бар ғой. Халық көретін адам Алла қайтарған нәрсені не насихаттамау керек,
оны жақсы көрсетпеу керек. Немесе оны насихаттау деген не, іш деп айту ғана емес, оның ішкеннен кейін рахат болып жүргенін көрсету деген нәрсе. Егер мысалы үшін өнердегі адамдар арақ ішіп келіп бір адамның ұрынып жаңағы өнер ұрандарында көрсетеді, артындағы зардабын көрсетіп жатыр, ол арақтың зиян екенін көрсетеді да. А енді оны деп ішіп алып рахатқа көрсетіп жатса, жігіттер Алла сақтасын ше, бұл Алла қайтарған нәрсені жақсы қылып көрсету, ол соны насихаттағанмен тең болады да. Сол үшін әр адам негізі не дейді шариғатта, әркім өзінің жасаған маманын шариғаттағы үкімін білсін дейді. Сендердің боқтауға үйреніп қалған көрермендерің қайта бастады. Біз боқтамаймыз. біз негізі тек қана осы жерде ғана ито сәл ғана боқтаймыз. Сәл деген қандай ол да? Жаңа деген мақалар ше. Басында екі әріпін айтасың. Сол жігіттер Өмірде вообще боқтамаймыз біз. елге пайдалы болайық. Дұрыс айтасыз. Адамдарға пайдалы болайық. Не дейді? Пайдаң тимесе, сондай ол зияның тимесін. Мақтай алмайсың ба? Жамандама. Сенің пайдаң сол болсын дейді. Егер уақытымыз болса, сіздерге қызық айтып берейін. Дінге қалай келгенін айтыңыз. Сіз тыңдау үшін келіп отырсыз. Дінге қалай келгенді айтамын дейді. Ал кет. Айтыңыз Жәке. Бірінші анау нелерді айтпайсыз ба? жоқ, дінге бүйтіп келгенмін ғой мен. Көшен Не көше жайлы сұрай бересің? сұрасайшы. Дінге мешіт Өзің ерде отырып сұрап көрші. мешіт, қызыл мешіт қой. Неде? Советский көшесінде. Мен соған Тәуке ханмен келіп бүйтіп бұрылып келгенмін ғой дінге. Түсіндің ба? Папу дейді түсіп қалғансыз ба? Папа дейді. Әбдіғаппар ұстаз бар. Менің ұстазым болған кісі. Жалпы жігіттер адам ойламаған нәрсе болады ғой. Енді жас кезде аз-маз жаңағы ауылда неге спортқа бардық, аз-маз. Жаңа 2 күн 3 күн бардық та, сонымен тәкаппарлық оянды, ойбай, мен күшті екенмін деп сөйтіп, күшті екенмін деп жүрдік қой енді. Сөйтіп 98-2000-да әскерге барып келгеннен кейін физкультурныйда оқыдым. Спорт саласында оқыдық енді. Түк білмесек те әйтеуір дипломы керек қой деп оқи бердік та. Сөйтіп жаңағы күрес саласын бітіріп, сол салада кішкене жүріп жаңағы тәкаппарлық деген біраз болды енді. Ойлаған жоқпыз, бірақ қараңдар жігіттер. Мені апам 10 жасында медресеге берген. Үйде 7-міз, 8-біз, енді біріміз қайтыс болды. 6 бала, бір қызбыз да, мен 7-шісімін. Сәл нелеу болғам да? Естідік қой оны. Жоқ, бала күнінде ғой, бала күнінде анам. Үйде менің айтқаным болмаса, шынымен ғой, жүгіріп барып дуалға соғысып, құлақ құлай деген, мына тентек болмасын деп медресеге берген ғой. Медреседе дуал жоқ па? Медресе ашық жерде ғой. Кесім. Сөйтіп. Баяғыда білесіздер ма жігіттер, бұны не үшін айтып отырмын? Қазақта ана Ол кезде болғанда дуал слабый еді, не? өтіп кете бересің ғой. Қазір де слабый ғой, любой дуал. Сөйлемен қайтып кіре бересің да. Бұрын қазақша бұны не үшін айтып отырмын? Медресеге не үшін бұзықтауларын берген? Медресе адам қылады деп түсінген ғой. Медресе небір адамдарды адам қылғанда, түсінсіз ба? Медресеге неше түрлі мінезді адамдар бар ма? Медресе адам шығарады деп түсінген. Сол үшін бұрын шынымен жігіттер бұзықтауы или мектепте онша оқымаған бірдеме болса, медресеге берген да, бірақ қазір заман өзгеріп келе жатыр ғой. Медресеге қазір сапалыларын беру керек енді. Енді балдарымыздың медресеге болады дейтінше білімділерін беру керек. Неге? Өйткені ғалымдар содан шығады да. Сөйтіп 10 жасымда медресеге берді, мен 10 жасымда ораза ұстап намаз оқып бастадым. Сен күліп жатсың ба? Или өзі сондай андасын секретің бар ма? Жоқ. Денесі бүйтеді екен да, мен өзі сол не екен ажыратамын. Плавающий сиденье. Мынаған сұрақ қоя салайыншы. Сен тоқсын мен Сұрақ қоя салайыншы. алдабай. Жүздеш. Тамды барып сүз. Мына әзілдерің керемет қой деймін да. Қазақтың қара сөзімен әдемі сөйлейді екенсіңдер ғой, негізі. Мына әзілден тоже жаманыз. Өтіп жатыр халыққа. Байқайсың ба? Жоқ, бұлар өтеді екеуі. Осы екеуі өтеді негізі. Енді ана боғау сөз неге мынау осы жүзді қайта-қайта айта берсен. Болды нормально ғой. Лишний әңгіменің не керегі бар? Дұрыс па жігіттер? Сөйтеді да бір қызығы бар ғой жігіттер. Маған бірдеме болды. Ол бүйтіп жатыр. 300 деші, 300. Вибрация беру. Айтпа енді. Айтпа дейді. Енді бір бәлем. Айтпа дейді. Біледі. Оның көкесін біледі ол. Құртады кәз. Болды. Сөйтіп
10 жасымызда 25-тен кейін сол жүрдік қой енді. Жұмыс істеп жүргем ғой. Жүрдіңіз ғой есіт қой. Жоқ, жұмыс істеп жүрдік қой. Сөйтіп жүріп Әбдуғаппар ұстазға жолықтық қой. Әбдуғаппар ұстаз білесіздер ме? Сен көргенсің ғой. Өмірде негізі өте жұмсақ адам ғой. Уағыз айтқан кезде енді қатты айтады ол. Бірақ өмірде бар ғой. Сіз деп ше. Онымен кездесіп қалсаң, Сарыағаш жаққа барып қалсаң ше, сен төрге шығарып өзі шайтады. Өте кішіпейіл кісі ғой. Бірақ уағыз айтқан кезде алдын отырасың ба? Ишак дейді, болды осы. Бір нәрсе дейін десең, білесің өзің шамаңды ше. Деп отырасың сол. Сол кісінің уағызын тыңдап жүріп, бері қарай бұрыла бастадық. Сөйтіп уағыз айта бастадық. Сөйтіп жүріп жаңағы басында уағыз айтқан кезде обязательно біреумен ерегісіп қалатын. Қатты кетіп қаламыз. Еліктейсің ғой біреуге, ұстазға еліктейсің ғой. Ишак деп біреумен ерегісіп, обязательно сондай болып қалатын ше. Сөйтіп жүріп имам болып кеттік қой. Просто мынандай ғой жігіттер. Кішкентай кезде апамыздың даналығы медресеге берді ғой. Ортада сен қайттан переходный возрастта бәрі өзгересің ше. Ортаңа қарай өзгеріс болады ғой. Бірақ жігіттер кішкентай кезде балаға берген білім бар ғой, кейін қайтады сол. Түсінсіздер ме? Балаға кішкене кезінде Құран үйрете берсең, ол түсінбеуі мүмкін. Бірақ кейін бір анау ауытқиды ғой бір ортасына қарай ше. Ер жеткеннен кейін сол Құранға қайтады. Неге? Жас кездегі анау ілген нәрсе бар ғой. Ол балаға жеңіл болады дейді, қайтады дейді. Бұл сол апамыздың менің кішкентай кезде медресеге бергені 89-90 жылдар ауылдың қарияларымен жүрдік. Мен қариялардың қасында жүрдім. Олардың мықты шынымен жігіттерді. Баяғыда қариялар кез келген үйге барып дау шешіп кете беретін. Деп ше. Қазіргі қариялар қорқады біреудің үйіне кіруге. Неге? Өйткені арзан сөзбен жігіттер, арзан сөзбен адам өзі құны да арзан болып кетеді. Көшеде карт ойнайды. Арзан іспен, арзан сөзбен абыройсыз болып кеткенде біреуге барып дейтін уже шама қалмаған. Бірақ кезіндегі ешекпен жүрген қариялар расы да, ол қарияларды көрсе жастар темекісін тығатын. Қазіргі қариялардан темекін бөлісіп шегіп жатыр да, кейбір кездерде расы ғой. Сол үшін жігіттер жақсы қартаю үшін қазден дайындалу керек. 50-ден кейін абыз болып кетемін деп ойлама. 50-ге дейін шайсаң, 50-ден кейін бар ғой абыз боламын деп ойлама. Шайма болып өлесің сол күйде ше. Сол апамыздың медресеге бергені кейін жемісін берді. Енді білімді болмасақ та әйтеуір осы дінге қызмет қыламыз деп имамдық жолды таңдадық та. Соның негізгі дәні 10 жасымда басталып қойған еді. Сол кезде ойлаймын ғой, егер апамыз медресеге бермегенде, қазір бойра кім біледі, сен осы жерде сөйлесіп отырар ма едік, жоқ әлде паркте жолығып сөйлесіп тастайтын ба едік мысалы да. Мен заявление жазатын едім сразу. Алла разы болсын жігіттер. Әрқайсымыз дінге қызмет қыламыз. Қалай? Жақсы. Сендер осы әзілдеріңмен адамдарды ойландырып тастауға болады. Әзілдеріңмен ше адамдарды иман көтер жіберуге болады. Немесе иманын әлсіретіп жіберуге болады да. Сен жа бір-екі әңгімелің кәдімгідей көңілін босатып жіберді ғой мен. Серьезно ма? Ұялдым просто мына жерде ше. Көпшіліктен де. Ренжіп қалдым дегені ма? Қайсысы анау? Сен ұйықтап қалды екен деп отырмын ғой, мен вообще сөйлемей қойдым ғой. Сен вообще активный болмай жатсың ғой сен. Мен үнімді өшірдің ғой сасисың деп. Негізі өмірде сасық болған. Бөре. Қалжың. Бірақ іштеріңде серьезный мынау екен, солай ма негіз? Жоқ. Ұйымдастырушы. Кастрин кейін көрсетеді бұл. Вообще не Бүгін кешірім сұраймын. Қумашы бүгін кемей келдім десең. Жәке, рахмет. Алла разы болсын. Бір шапалақ ұрып қойықшы Жәкеңнің құрметіне. Білмеймін енді келген көрермендерге ұнады. Біз деп ойлаймын, бізге ұнады енді. Аллаға шүкір, біз басқаша болады деп ойлағанбыз. Келгеннен бастап сіз бізге ұрысып кетеді деп ойладық. Көп нәрсені өзіміз ойлап тастадық, бірақ біз ойлағаннан 1000 есе жақсы болды. Енді осы бағдарламамыздың атынан сізге кішігірім хадиямыз бар. Мен де ше келе жатқан кезде ойландым. Бұлар не үшін шақырды деп ше. Осын бергіңіз келгеннен кейін сізге келгеннен кейін бермей қалу мүмкін ба? Келгеннен кейін анау ұрысып тартысып, бірақ тартысқанда қайда барады деп ше. Конечно. Ары кетсе боқтасарымыз дұрыс па деп ше. Негізі біраз нәрселерді ойлап келген. Просто негізгі ойым сөзіміз жараспай қалам екен, не болып кетер екен деп. Бірақ Алла разы болсын деп келдік. Менің ойым, ниетім жігіттер, сендерге жақсылықты осыдан кейін жақсы бағытқа қарай өзгеріп анау. Сендер жақсы бағыттасыңдар. Просто
мынандай айтқым келгені, аға бізді өзгерте алмайсыз. жұмыссыз жатқан анау еркектер бар ғой, үйінде бүйтіп екі аяқты аспаннан келтіріп қойып, алмапсыз аузыма түс, әке шешесінің пенсиясымен күн көріп отқан небір еркектер де бар да. Комментарий жазатындар дейсіз ғой. Иә. 200-лер де комментарий жазады дейді. Білмеймін, негізі де сендер әрекет жасап жатсыңдар, бала шаға бағу керек. Сол әрекетті енді дұрыс жағына бағытқа бұрсаңдар бар ғой, бізде қуанамыз ғой. Інімсіңдер, бауырымсыңдар. Дұрыс айтасыз. Дұрыс па? Сен Аға болуға дайын болсаңыз. қара көз дейін десем, көзіңде көрінбейді, бауырым айналып. Аға болуға дайын болсаңыз, іні болуға любой время дайынбыз, атақ. Ашуланба? Ашуланып тұрған жоқпын. Жаңа подаркаңды бере. Тез кетейік. Имамың өзгере бастады ғой. 12-ден кейін өзгереді. Әзілде өт, мен де өлтірем негізі. Білем ғой. Армани парфюмнан сізге кішігірім иіс суымыз бар. Неге кішігірім? Спирт қосылған. Спирт қосылған. Қалжың. Кішкентай құнем, дәу пакетке салып бергенсіңдер деймін. Жоқ. Мен қазір Нұралы ұстазға берем ғой, не болды сонда? Сізге тағы бір береміз ғой. Берсе енді. Жоқ, Нұралы ұстазға өзіміз ақ бересек та сразу. Нұралы ұстаз өзіміз береміз. Жанымдағы балаларғашы десеңізші. Короче, 4-5 сендер бала қалайын деп тұрсыңдар ғой. Дұға қылайық онда, мен... Дұға қылып жіберіңіз онда. Сендер өз қалай бітіретіндер постоянно? Ой, бітірген 3 минут қой. Нені? Бағдарламаны дей. Кешімізді. Сен вообще бітіре алмайтын сияқтысың ғой. Давай. Дұғаға бітірейік деп Давайте. Ал менде жібересіз бе? Қалай? Мен өзім түсінбей отырмын. Қалай бітірген жөн көріп тұрсыз? Аумин деп бітірейік. Аумин жіктер. Ет келатыр. Аумин. Болды ма аумин дейміз ба? Дейміз ба? Бисмилля, алхамдулиллах, ассаламу алейкум расулилля. Кішкентай подаркың не қойсын. Алла тағалам осы бауырларымызға өмірлеріне береке бер. Алла тілдеріне жақсы сөз сал. Даналардан қыл. Алла тағалам елімізге, халқымызға пайдалы жастардан қыл. Алла тағалам осы бауырларымыздан жастар өнеге алып, жақсылыққа жететін, қазақ еліне жақсылығы мен пайдасы тиетін, еліміздің өркендеуіне септігін тигізетін, бір жастың болса да жақсыға бұрылуына себеп болатын өзіңнің пайдалы құлдарыңнан қыл. Еліміздің сүйікті ұлдарынан қыл, Алла тағалам. Отбасыларына амандық бер, табыстарын адалдан қыл. Ата-аналарын Алла тағалам ұялтпайтындай, жерге қаратпайтындай ұрпақтардан болуын нәсіп қыл. Уассаламу алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахим. Аллах.